Себебі енді қарып жаңағы көрініп тұр, Ханифаның артындағы әруақтар көтеріліп жатыр. Сондай ырза болып жатыр. Ол деген қаншама қауым ғой. Артында мен зерттеп көрдім. Сендерді қайда? Мен оның бәрін әуелі сұрастырып зерттеймін. Сөйтсе ылғи кітап жазған. Ой, ислам айналып келгенде бұлар яна керейдің бір несі ғой енді бөлінгені. Соны бір жерде не қылып кетті, бұлардың дейді. Жаңа неден түсіп жатыр, бұларға дейді жаңа керейдің бір несі, бұларға ортаншылық беру керек. Неге десе, бұлардың қыздары пайғамбардан бата алған дейді. Соны нақты өзі мына жерден шығып тұр. Ортаншылықты кімге қайта-қайта беріп жатыр Ханифаға. Бұларға дейді, ана керейлер ана нені жилікті бөлген кезде өздерің солай ұрыларына арымменен сөйтіп таратқан да. Мынаға мынандай, мынаға мынандай деп. Сонда бұл олардың мына Ханифалардың ұрына сөйтсе ортаншылық береді екен. Себебі бұлардың қыздары пайғамбардан бата алған дейді. Ол қалай болды? Сонда 30 сахаба, 3 әйел барып Бәдір соғысына қатысты. Соның біреу шығар. Соның біреу болды шығар. Соның біреу тараған. Солардан тараған. Ол біздің мына киім-кешектің өзі, ана хижаптың өзі осы қазақтарынан бар. Оларда орамал деген болған жоқ арабтарда. Енді соны алып келіп қазір өзіміз мазақтап отырмын. Олар өздерінше ауыр айнаға түрлендіріп алды. Сондықтан мына әр нәрсені, әрбір келген тағдырды ол зерттеу керек. Әрқайсысын мен бәрімді бірдей зерттеп жетілеп отыра алмаймын. Сондықтан осыған қазір соны мына әсіресе мына Құранға тұрғандар сендер соны бағыт-бағдар беріп отыру керек. Еркектер қазір осымен айналысатын уақыт болды баяғыда. Ол оңай нәрсе емес. Қазіргі осы бір түйін шешілсе, бұл қалай шешіледі мен білмеймін. Өздеріне үкім беріледі, өздеріне түседі, өздері шешеді, өздері Құдайдан сұрау керек. Және мына еркек тарапынан өзінен өзі, мейлі еркек тарапынан өзінен өзі асып түсу керек. Бұндай қарғысты, бұндай тұқымдағы түйін шешу үшін өзінен өзі асып түсу керек. Өзінен асып түсу деген болмайды деген нәрседен қалай да сонан сол Құдайға тәуекел қылып соны деу керек. Сондай жағдайды мына Ферузаға берді, сондай жағдайды Талғатқа берді. Феруза көшеге шыққан кезде мәшинелер күлетін, маған тоқтап тұрып, қайда не, наурыз болды ма, тойға барасың ба деп ысқырып күледі дейді. Сөйтті ғой. Түкір жіберетін еді. Сонда бұл қамзолмен баратқанда сөзі. Мен айтам, осы дұрыс. Қасына келіп түкіреді екен де, сен қайда тойға барасың? Көрінбен әлі. Осы дұрыс, сен асыпсың керек, осылай жүр дедім де, Ферузаға. Осылай жүр деп. Енді оның дәл осы жағдай қандай болды? Сол жаңағы бала болмай 8 жыл ма, сол отасқан бала болмаған солар келді ғой. Сонда ол ана келін сол ерлік жасады да. Оған айтылды, соны қазақша киіну керек. Мәсі кейді, ол кезде тіптен мүмкін емес еді да. Ферузаға кеше бергіде айттық қой. Ол кездерде тіптен мазақ қылатынды ғой, кемпір болды, мынау не деген масқара деп. Енді соны атын айтпай-ақ қой, мен кейде аңдимын ғой енді қарап. Базарда көрсем, Алтын Ордада көрсем, дәл сол киіммен жүреді. Сосын қай жерде көрсем, де сол киіммен жүреді да. Сосын бір күн сұрадым, сен көшеге шыққанда киесің ба қылыңдың? Соны енесі айтады, енесі бұл қоса жүрді ғой, ол бұл тастамайды, осылай дейді да. Ол ерлік болды сол кезде. Сол кездегі ол ерлік болды, ол әйел үшін. Сосын Алла тағала оны қабыл етті. Оған айтқан бұның жатыры ешқандай келмейді, бала жатыр, бала тумайды деп, кәдімгі медицинада тегіп берген ғой. Қазір білмейді неше баласы бар екен. Мен барда әйтеуір 2 балалы болды. Ол бала болғанда қандай кәдімгі, ол дені сау, мықты деген әйел ондай баланы туа алмайды оны. Күйеуіне әйтеуір өйтті, бейтті, жалқау ет, ұйықтай беретін еді, оның бәрін бала үшін қайта барады оны. Соны 4 жыл тәрбиеледі, меңгерді, қамшын ұстады. Ол да өзінен асып түсті әйтеуір. Өзін жеңді. Сондықтан қайғасына сондай Ферузаға мүмкіндік берді, бірақ айтты, бұл енді шаршадым деді, демалып алайын деді. Бұл үнем бүйтіп, борамын тартып, жұрттың, мен ең болмаса жұрт құсап бүйтіп, мойын жаппай, бұлай жүргенім жақсы емес пе деді, өздерің білдірді. Арасында бәсіне шешіп сап, қандай жыл рахат деп. Көбісі сондайдан неғып жатыр да, құлап жатыр да. Талғатқа да өзінен асып түсуді берді. Бірақ ол да енді Талғат қой, еркек адам ғой, әйел адам жетекші болу керек еді да. Енді сол қанша уақыттан мен оны неге айтып отырмын? Сол кездегі сендердің күнәлдарың шабуыл жасамасына мен әдейі айтып отырамын да.
ана біліп отыр, ана айтылып қойды. Айтылды ма? Болды, ол шабуыл жасалмайды қайттан. Сосын менің көбінесе сондай түртіп отырамын, көлеңкесі келетін кезде деп. Әйтпесе, мынау болда перлікке жатады, мынау сенің бір қателігіңді айту. Мен көбінесе осылай анықтаймын да, перлікке жалғанған. Оның ана ішінен кәдімгі сұмырай тағылып басқарып отырғанда, жаңа түрте берсең, ана көбінесе ұрысқа қатындар да болады да, бір уақыттарда айтады да, сен сөйтіп едің ғой баяғыда деп. Бір еркек бар, маған айтады да, ана сотта дейді, сен ана кешір деп айттың ғой сотқа дейді. Қаны, сонда соның кешір деп айттың, онан не болады деп, сонда мен не сот боқтауым керек па? Дұрыс, ол мейлі, ол мен үкіметтің заңына ол бағыну керек. Сот тағайындады. Мен оның қателігін онсыз да айттым, дұрыс емес екенін айттым. Бірақ мен оған неге мен анайы сөйлесуім керек. Себебі қателікменен болды. Сөйлемейтін кезде сөйлемеп, сосын айт, сіз енді оны ол сөзді қазір өзі жар сөзді сол кезде айтарын. Онда кешіріңіз дедім. Соны айтып отыр да, сонда ана еркек әбден ол қатыннан да төмен болып кеткен. Ішіне сұмырайын кіріп алған да, етек басы, кәдімгі қаты басы деген сол. Оны өзі біліп отқан жоқ. Сол сияқты кішкендер ғана оны деген мына топтардың арасында бір неғын кезде тыңдап отырамын да, қайшынан шығар екен. Біреу бұрқ өткізеді. Сен сонда сөйтіп едің ғой баяғыда дейді да. Ай, налайын, онан сендер қашан өтіп кеттіңдер ғой ақталып. Соны түртіп жатады. Баяғыда сен сондай болған кезде сөйтіп едіңдер деп кәдімгі осы деген нағыз пер. Онан себебі ол неге керек? Ертең Құдай қаласа мына мөр ашыла бастайды, маған 7 еркек тәрбиелесін дейді. Бірақ мен соған лайық болатын еркекті әлі мен өзі қасымнан таба алмай жүрмін да. Себебі мен өзіммен салыстырамын да. Мен өзім қандай болдым, сондай болса екен деп. Жылдамдығымен әйтеуір, өнерге құмарлығымен әйтеуір, қалай да бір мейлі, жындылығы болса да әйтеуір өзі қайтпайтын қайсар мінез болса екен деймін мейлі. Ona сол мөр қазір бізде ол тұр қазір болса, ол мөрдің ашылатын уақыты болады. Сол кезде мөр ашылып бастады, ол кезде 7 билігімен ашылу керек. Мен қазір соны күтірім 7-ге жалғану керек. Ол мөр ашылған кезде кез келген адам ол мөрден өте алмайды. Қазір осы тақуалықпен кереметтінде жүргендердің көбісінің перлігі бар. Осы басын ескерту керек. Ертең неге айтпады деп жүрмесін. Көбісі құлайды емтиханнан. Ал қазір мына сендерді осында жүрген, мен мына осы тақырыптар қозғалатын. Сендер осының бәрі мынау емтихан сендерге өтіп жатқан. Сол ертең сендер емтихан алатын, сол дәрежеге жетулерің керек. Ертең әлемнен іздеп келетін болады. Бірақ оған ертең әлемнен келген арнаулы біз сол мына мал ұстайтын арнаулы осындай ауылдар ашатын боламыз. Ол онсыз бәрі ата жолы өркендету қиын болады. Себебі әр қайсың қазір сол кәсіппенен айналысу керек, малмен де айналысу керек. Мал ашу, жан ашу дейді, көбісінде қандарын қарайып кеткен, сол қанда қарауат саусақ арқылы мына сиыр сауасыңдар, мал не аласыңдар, малға деген мейірім болу керек та, сол арқылы жалғанасыңдар. Мал түсінеді сенің мейіріміңді. Сен ана малды теуіп, әй деп мына не қылатын болсаң, ол сен жалғанбайсың. Сен ол малдың халін білуің керек сен. Соның ана шөлдеп тұрма, ол тамақ келді ме, малдың аты мал ғой. Сондықтан сен малға сол бақташы бола болуың керек. Сен малыңды баға алмай, мал баға алмай, ертең мен сөз бағам дегенің өзі ақымақтық. Ал енді мына бата беру деген сөз бағушылық қасиет ол. Сөздеріңе, тілдеріңе еге болмайтын болсаңдар, құрмен бата беріп, ертең жұртты мен таң қалдырам деген осының бәрі өтірік. Қазір тіліне еге болмайтын жүргендер, сол бата беріп жүр да. Тіліне еге болмайды. Үлкенді үлкен деп сыйламайтын, кішіде кіші деп сыйламайтындар, тіптен маңдай көзден хабарды, ол да бақташылық, маңдай көзден хабар. Сенің жаның арқылы хабар келді ме? Енді ертең маңдай көзің сынағы әлі да тұр әлі. Мен қазір сендер қиындатпайын. Шамалда болса, үйден болса да алсын, хабар алсын деп. Бірақ ертең оның бәрі еліктен өткізе бастаймыз. Ол қандай? Кез келген сұраққа жауап беру керек. Зікір арқылы. Ертең ол инженер ма? Ол мүмкін физикадан сұрай ма? Ол химиядан сұрай ма? Сендер ақылдарың, сендердің білімдерің жетпейтін сұрақтар болады. Ел басшылар болады. Ертең бәрі осыған келеді. Әлемнен кеп сұрақ тұрайды. Сол сұраққа сендер арқылы жауап алу керек. Міне маңдай көзің қойып. Ал ол енді араларың сендер ол 100-дің бірінен ғана қолынан келетін іске айналады. 100-дің бірінен қалатын. Сондықтан ертең бұнда айтпады демеңдер. Сондай біздің арамыздан қазақтың бұрынғы біздің әжелеріміз, аталарымыз меңгерген сол тақуалықпен, биязылықпен, кішіпейілдікпенен сен егерде мынау
өз қанағатшыл болсаң, сен онда Алла Тағала саған анау соған лайықты саған байлықты береді. Мінекей. Сен сол өзің сен ана тамаққа тоймайтын болатын болсаң, сен ол кезде сен тамағыңды қысқартып қояды да. Себебі сен кез келген тамақтан алып жүріп. Мәселе сонда тұрмын. Арсыздықтан тұрмын неге. Егер де сен тамағыңды қазір мен бір жылға жақындап қалды, енді бірте-бірте ойлап жүрмін, мен 2 күнде бір-ақ тамақ жесем деп. Үйреніп алғаннан кейін. Себебі не? Ол арқылы мен қаншама ақшаны үнемдеп жатырмын да. Сол Алла Тағала сол нәсіпті көбейтеді. Есесіне ол ақшамен қазір Құдайға шүкір әйтеуір, жайнақпен де, анаумен де әйтеуір, қазір мына орданы салып жатырмыз әйтеуір. Сол несібесі Алланың берген. Көбейтіп беріп жатқан несібесі. Сондықтан барлық нәрсе әркімнің өзінде тұр. Егер сен ұйқыға сен не қылатын болсаң, онда ол ұйқы деген арсыздық. Ал ұйқымен байланысты адамда көп нәрселер жалғанып тұрады. Оны әр адамға әртүрлі болғанмен де, оның негізі ол ұйқының арсыздығы. Бірінші, аян түстен ажырайсың. Аян түсті уақытты көре алмайсың. Сондықтан енді көбінесе мына ұйқыға сондай, сосын күлкіде сондай ажырап қояды. Сондайлар бар, олар, өйткені маған біреу айтты, мен енді дейді, бір не қылымда, бір секундтың бір не болды дейді, бір қалып кеткен сей болды деймін, сөйтсем, шешем дейді, құжатын қамшымен қиып жатыр екен дейді. Осында бір еркек айтып тұр. Мен айттым, көрдің бе, сен ана қақпанда тұрсың. Я, сол енді әйеліңнен болсын, сен қазір сол алатын аянды ала алмайсың. Саған келетін аянды себебі ұрланады. Сондықтан осындай қылып береді Алла Тағала. Мен өткен өзім басымнан өткен. Бір қас қағым сәтте, я болса, сен оянып жатқан кезде көрсетіп жібереді да. Үлгіре алмай қалады да ұрланды. Сол уақытта сол нәрсе, себебі сол нәрсе саған енді отырған сенің жобаң. Оған шешесінің құжатын не отыр ма? Яғни айналып кетінде шешесі сол ана құжатын алынмай жүр, жалған алмай тұр тегіне. Тегінен ажырап тұрсың деп тұр да құжатынан. Сен нағашыдан сен ажырап тұрсың, нағашылық қасиет меңгеруің керек деп. Сен ондай кезде қатын құран шыған ізден. Осындайлар көп қазір. Өзінің аян жобасын алынмай жүргендер. Олар қас қағымда осындай көр. Бір сәттілік бір неде болады да. Ал енді менде кейде осындай бір аң дейді, әртүрлі айту келгенім, сондықтан мен кейде күндіз алдаймын да, күндіз бір шамар 15-20 минут көзім жұмып аламын, сол көрді көрім, оянып баратқанды көрім, бірақ мен соны есі ұстап қаламын бірден. Демек, бұл ескерту. Яғни мен оны алмай жүрген, осылай қылып берді деген. Бір уақыттарда менде әкемді көрдім, әкем көп көріне бермей, өзі қатал кісі ғой, қырын қарап тұр да маған. Қырын қарап тұр, бірден түсіндім. Демек, әкем маған ренжіп жүр. Не істеймін? Соны іздедім, әйтеуір не қылдым, құрбан шалдым, әйтеуір таптым, соны орындадым. Ол орындамайса, сен менің басқа шымалға жүрмейді. Бір күні қарасам, әкемнің жеңі былғанып қалыпты, жеңін тазартып беріп отырмын. Ой, жеңі былғанып қалыпты ғой деп. Ол жеңі былғаныптың енді әкемнің қолы қояр жағында ол. Кіммен байланыс? Түсіндім, сонда Ақтөбеге мен бардым да, Жеті атаның басына сондай бардым да, сонан кейін ұмытып кеттім. Сонан дереу сол қалай деп Ақтөбеге барып, сол орданы ашуға, соған барып қаншама жүріп әйтеуір, сонан кейіннен барып мына Фируза Талғаттар барып қоршап келді ғой. Басына осылардың бәрі сол әкемнің бір ғана сол жең былғанған деген, соны мен атқарып келдім да. Сондықтан әрқайсысында осындай болады да. Мән беру керек. Әсіресе осындай мына бала көтерем болмай қыспақта жүргендер, осылардың бәрі ана сен өз біреуің ішіңде тұр, біреуің ана я күйеуіңде тұр, әйтеуір аңдып тұр, жоқ тұр. Сендерге қасқағын уақытта көрсетеді да. Ұстасам ұстап қал, ұстамасам, сол нәрсе біраз уақыттан кейін келеді енді, айналып. Ергезек үшке дейін деп. Ол арада бір жыл өте ме ол, 6 ай өте ме, сондықтан оны ұстап қалуға тырысу керек. Соны міндетті түрде орындау керек. Ол әке-шешеңмен байланысты. Ол неге әке-шешеңмен байланысты деген осы Талғаттың көрген мына зікірден алған ақпаратында менде өте бір деп оқып қалды, үлкен бір сабақ болды. Ана Мұса пайғамбарға дейді, ұлық пайғамбар жол, сізге жолыққан деген қандай мен үшін бақыт деп тұрсам, Мұса пайғамбар айтады, бізді сол үшін Алла Тағала бізді жаратты ғой, бізге сендердің жолы қолданған, сендер мықты болсаңдар әке-шешелерің жолып алыңдар деп айтты дейді да. Анан мен естігенде жүрегім тоқтап қалады. Деген шында ол Алланың елшінің айтқан өсиеттерімен бәріне сәйкес келіп тұр ғой.
Сен ата-анаңның батасын алмайтын болсаң, сен жәннатқа кіре алмайсың деп тұр ғой. Жәннатта сенің жақсылық та ата-ананың батасында деп тұр ғой. Сонда біз мына дінімізде пайғамбардың да бата ала береді екенбіз. Біз бәрінен бұл өйткені ол ортақ іс қой халыққа. Бірақ өз қауымыңды түзетпесең, Алла сені түзетуші емес деп, сендер де елді ойлап, өздеріңді ұмытасыңдар ма дегенде Құранда. Сонда біз ата-анамыздың әке-шешем ризалығы оның ата-анасының ризалығында тұр ғой. Оның ата-анасының ризалығы, соны жеті ата деген сол ғой. Біз жеті атамыздың ризалығын алмайтын болса, түк емес екенбіз де. Түк емес екенбіз. Сондықтан Інжілде, Тәуратты пайғамбарларға, елшілерге түсірген меңгермесең, сендер түк емессіңдер деп арабтарға айтқан ғой. Сол арабтарға болған сахабалар, сендер соны Мұхаммед, сен сол оларға айт, сендер түк емессіңдер деп. Мінекей сол қазір біздің басымызға келіп тірелді. Енді қандай сұрақтар болса, түсінбегендерің болса айтып отырдар. Бұл сұрақтар әлі көп нәрсе әлі айтылып жатқан жоқ. Себебі біз масқара емеспіз, күні бірін айтып алып, сосын оның бәрі әбіс терістеп, амалға келген кезде қақпанға түсіп жатыр да, амалға келген кезде. Бүкіл амалдардың бәрі айтылып жатыр да, сөйту керек, бүйту керек деп, ал олардың бәрін әбіс келгенде оған теріс қақпанды құрып қойғанда. Дін ісіне. Ал айналып келгенде ол Құдайсы деген, Құдай саған құпиялап берді. Сондықтан көп жаңа амалдар мен айта берсем, ол сендерден бұрын оған әбіс дайындалып алады да, сендер өткізбей алады. Қазіргі сендердің қиындықпен келе жатқандарыңның өзінде де мән бар, себебі бұл кезінде оңай болып орындалған амалдар. Оңай болып орындалды. Оп-оңай бата беру деген түк емес тұғында. Көшеден ұстап алады да, әкеледі да, ауылдың алдын алып барады да, бол, сен сөйле, айта бер. Не айтамын дейді, айта береді. Ордашта дейді, не істеуім керек дейді. Ойыңа не келеді, соны істей беретін дейді. Сондай болды енді. Мен сол кезде таңғалатын тұғым, барсам, ана жерде тамақ ішіп отыр, орда дейді, мына жерде Құран тұр, жалаңбас жалаң аяқ жүгіріп жүр. Осындайды орда болады дейтін тұғым мен. Мен ақылыма сыймайтын тұғым. Құран тұр, Құранның түзінде сөз жерде ол Құран тұр ма, сөз жерде өздері жатады. Сөз жерде сол жаңағы ерлі-зайыптылар өздері жұмыстарын орындайды. Сол орданың ішінде жатыр. Мен орынды сол кезде таңғаладым, бұл қалай деп. Сол кезде бізге Алла Тағала соны жеңілдік берген екен ғой соның бәрін. Ана жаққа қойып тамақ жеп алады да, тырық осырып береді да, батаға тұрып суықта беретін тұғым. Ана жерге болса кез келген жігін тұрады да қалады, тамақ жоқ таңертеңнен кешке дейін. Соған қарсы шығам деп мен сосын бәріне жек көрініш болдым да. Мынау дұрыс емес деп айтады. Ал оның бәрі кетті қазір. Ал кім қазір таза батаға шығылады? Шыға алмай жатсыңдар оны. Енді жалғанып келесіңдер да. Мен айта берсем тағы тоқтап қалып бір рет мақтайым деп өзім білдіріп алдым да. Сосын дұрыс қой дей салам енді. Мақтауға болмайды сендер. Мақтасаңдар болды, бөтті қазір. Соның артынан бір күн ши шығады. Сондықтан қазіргі мынау маңдай көзсіз батаға шығып жатқан, тексерусіз батаға шығып жатқан, осының бәрі халық ертең бәрі алдайды. Ақырында оның бәрі халық алдайды ғой енді, бірақ әркім өзінің етіне қарай бет, әркім садақасына, оны зираттап жатқан адамдар, олар кінәлі емес, соны апарып жатқандар кім, соның арты алды рак болып кетіп жатыр. Сол ауру болады. Көбісі біреу баладан, біреу басқадан әйтеуір кете береді. Осы өздерінің басымызға келген қасірет бұл. Оны мақтан емес, қазір соны жек көреді да, мен неге батадан тиясың деп. Ана мақтандан тиясың деген сияқты. Мен халықтың алдында мақтанан, оның артының бәрі түбі жақсы ма? Ал енді бұдан сен сөйтіп бәрі өткенмен де, ертең айналып келгенде сені Алла Тағала бәрі айтқан басқаша жағдаймен жаратады. Себебі аманатты орындамағансың. Сондықтан ол оңай емес, ойыншық емес. Бұл ана өзің тағдырмен ойнау, өзің ұрпақтарың тағдырмен ойнау. Сондықтан кез келгенде мен аққу болдым, мен енді керемет деп жұртқа ақыл айта аламын дегеннің бәрі, осының бәрі қалады. Себебі бұл үкімет түсті енді осында қыспақ бола береді, енді осындай пәлен кетіп қапты, түген кетіп қапты, біздің арамыздан да кетеді. Сондықтан қазіргі, мен неге бұны қайта-қайта айтып, қайта-қайта деуім, қазіргі мұна, мысалы Нұрмағамбетке берілді ма, ол уәде беріп осында келді ма, оған бала керек болды, оған дүние керек болды ма, Алла Тағала оған Алла Тағала оған белгілі оның артында тұрған аруақтары оның Алланың алдынан кредит алды, нұры. Сол кредит ол мемлекетте емес, оны қайтарып берсең, сол басқаға жұмсайтын. Ол кредит, сол ол жұмсалады саған.
сол саған міндетті түрде беріледі. Ол қайтару жоқ. Сен сұрап алып қой. Сен енді сол кредит саған сол нұр саған кірген кезде қазір біреу басталды, өзін лақтырып жіберді. Этаждан. Иманды болсын, Данахан деген болды ғой, мына Айнұр жақсы айтты. Bir gün keşkil kelip tur boşa bop, ne oldu desem? Oy, aytpады oğan. Menim deydi, işime deydi, ot kirdi deydi. Ana meşit bizden sonda үйден 2,5 шақырым ба, 2 шақырымдан артығын ар жағында. 2,5 3 шақырымдай тұғын. Сол мешітке дейін жүгірдім дейді. Бір жүгіргенде дейді, мен алып жұрттың бәрі золда сол мешіттен өтіп баратқан кезде тоқтады дейді. Ана қалды дейді. Ішім өртеніп баратты дейді. Шыдамадым мен соған дейді. Ақырында сол нұрға өртеніп кетті. Себеп үлгіре алмады. Бізден не қатайып болған шығар. Сол сияқты қазір бәріңді де сондай тұр да. Мен қайта айта беруімде, ертең сол нұрымды біреу мүгедек болып қаласыңдар, біреуің өзінде амал жоқ, біреу осындай халықтың арасында өздеріне қол салушылар көбейді. Себебі Алла тағаланың қазақ енді біз дұрыс боламыз едік қой. Алла тағала жалғыз маған саған беріп жатқан жоқ, ол бәріне беріп жатыр. Барлығына сол нұрдың есігін ашып жүрген кезде қазір соған шыдамай жатыр. Сол нұрға тазарту үшін ыстықпенен қазір бейімдеп жатыр да. Шығарып жатыр, аластап жатыр, үлгере алмай жатырмыз. Зікірді барлық жерде қойыңдар деп жатыр. Сонда да қарсы болып жатыр да. Ертең ғана үйлерін таба алмай жатыр, сол масқапта отырған ол көп ажалға үкім түсіп жатыр осы. Имамдарға да ертең бетіне түкіретін бірақ түсінбей жатыр осының бәрі. Кетіп жатыр ғой имамдар. Неге кетіп жатыр? Алла тағала соларға қасиет берген, соларға нұр берген, сол нұрға жанып кетіп жатыр да. Сол нұрға ішіне бейнелеген кезде ішіне ақталмағаннан кейін, әруақ арқылы ол тазармағаннан кейін, әруағына жалғанмағаннан кейін, ішінде ол рак болып неше ауыр болып жатыр міне. Кетті ғой қазір, 3-4 имам кетті. Рак болып жатыр. Біз білмейтіндеріміз қаншама. А осыны ел біліп қарап отырып тозған, түсінсе де түсінгісі келмейді да мінекей. Бәрі тек мына партия құрып біз ел түзейміз дейді. Ана арам ақшамен халық байыт дейді. Ол арам ақша. Баста солай арам қылып Алла тағала жаратты. Сол арамды аналарға берді да. Мейім Назарбаев жинасын. Ол кәдімгі емес, ол арам ақша. Ол адал ақша емес. Ол арам ақшаны енді қайттан ол халықтың игілігіне емес. Оны жерге өзіне қайтып беру керек. Қайтадан жерге өзіне қайтып беру керек. Осыны кезінде сынайын деп Ғиса пайғамбар айтты. Ана бір байлардың сондай тапқан ақшасын алып келді да. Мынаны енді қайда жұмсаймыз дегенде. Бұл арам ақша деген. Сонда сынап тұрған көп, сонда Ғиса пайғамбардың айтқан екен да. Мұна суретін кім салды деген да? Мына күміс шығарған ақшаны. Сол мына суретін салған соның еңбегін төлеңдер деген да. Қалған иесіне қайтып беріңдер деген. Сол кезде ауыздарына құм құйып та, үндемді. Иесі кім оны? Иесі Құдай. Ана суретін салған еңбек етті ғой енді. Соның ғана иесін еңбегін төлеңдер. Сондықтан ана ұрыданы қазған, мұнайтқан оның жалақыларын алып қойды. Қалғанның бәрі арамда. Қалған иесі Құдай. Оның жердің игілігіне, осы біздің жерді көркейтуге жұмсалу керек еді. Ол садақа берілу керек еді сондай әлемдерге. Оның бәрін алды да, мұнан біреу мұнайдан, біреу ана ұрлады не қылды. Енді сол ұрлық ақшаны алып келіп, халыққа беріп, пенсиясын соны көбейтіп, соны біз халықты байытсақ дейді да. Ол бәрі бір ауру болып келеді, ол басқа болып келеді, ол бәрі жамандық келеді, сонан ана Америка қырылып жатыр. Арам ақшадан қырылып жатыр. Қытай сонан қырылып жатыр арам ақшадан. Жұртқа қарызды беріп, соның үстінен алып, сол арам ақшадан. Міне қазір осы арамнан әлем қырылып жатыр. Сондықтан қазіргі біз қазақ халқы, біз халық тәрбиелеуіміз керек, қалайда біз не де болса, ең болса 10%-ын өзіміздің адалдап жейік та тамағымыз. Онсыз да бізге еңбегімізден артық төленіп жатыр. Онсыз да бізге мынандай заманда еңбегімізден біз артық алып жатырмыз. Ең болса әрқайсың ана қолдарыңменен ана байларыңа ең болса жейтін майын, басқасына барып, сиыр сауып қолдарыңмен жасап беріңдер. Сол арқылы берекет келеді да. Ана адалдап табысына. Ана отырған осы, мына отырған осы өнермен, киіздермен, сол арқылы бұқана бір ең болмаса, сол ана астарын сол арқылы сатып алып отырсаңдар, сол арқылы не болсыңдар, ең болса 10%-ын адалда болып отырсыңдар. Ал енді ата жолына келгенде Алла тағала өзі тазартып беріп жатыр ғой, ол Құранға түсіп жатқан садақа, ол басқа садақа, ол ертең келеді, оның өзінің реті болады. Оның ретімен өздерің пайдаланасыңдар. Маған беріп жатқан ол мына қатым Құран ақша,
ол айналып келгенде ол маған да Алланың беріп жатқан жалақысы, ол сынақ, мен енді қалай жұмсаймын, ол менің сынағым, өзім жауап беремін. Қазір енді сол енді мына ордан салып жатырмыз. Құдайға шүкір, әйтеуір соның бәрі әйтеуір жетуге тырысып жатырмыз ғой. Ертең әрі қарай сосын тағы жинастырып, мен енді бір жаңа жатақхана салсам ба деген ойым болып тұр да. Жер алып, мына осында тұрған пәтерде жүргендерім көп қой. Соларға әйтеуір біз жатақхана өзіміз, бізге үкімет қазір ешкім қолын соза алмайды. Жатақхана салсақ, Абылайхан атаның басында осы керуен сарай қылып, әр жерге осы мал ұстайтын, құрбандық шалатын, сол жерге әйтеуір халыққа қызмет жасайтындар бар отыратын, сол жерге біз соны салуымыз керек. Сол енді осы мынау әйтеуір қорға қанша соны мүмкіндігінше әйтеуір соны жұмсаймыз, солай саламыз. Бұл енді біздің әрі шаруамыз.